ұйқым келмейді әнін эфирден алып тастауды ұсынды. Мен мына қыздың қандай мақсатпен той-думан арнасына шығып отырғанын білмеймін. Мына қыз әдейі істеп отырған сияқты. Хайп қуып отыр ма? Білмедім. Өкінішке орай, бізде қазір атақты болу үшін жерді өртеуге дайын жастар бар. Бізге заң қажет, көркемдік кеңес керек. Телевизияға не шығады, не шықпайтыны туралы заң қабылдану керек. Мен той-думан арнасының басшысы болсам, мына әнді теледидарға шығартпас едім. Тіпті той-думан арнасы жабылып қалса да. Намысы бар қазақ солай істейді. Бірінші намыс, кейін ақша, бизнес кетеді. Бұл жағдай маған ауыр тиіп отыр. Болашағымыз үшін қорқынышты. Мен дәл қазір өнер адамдарымен бірігіп петиция жинап, бұл әннің ешбір телеарнаға шықпағанын қалар едім, дейді Меруерт Түсіпбаева.